Салем достар, бүгін сіздермен өте дәмді голубцы с капусты дайындайтын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді шығады. Ең алдымен кастрюлемізге салқын су құйып, отымызға қайнағанша қойып қоямыз. Енді суымыз қайнағанша капустамыздың жапырақтарын бір-бірінен жыртпай әдемілеп ажыратып аламыз. Егер де жыртылып қалған жағдайда еш нәрсе етпейді, оны да пайдалануға болады. Бірақ асықпай, жыртпай алғанымыз жақсы. Орағанда өзімізге ыңғайлы болады. Мен кішкене асығып, кешкі астың уақыты таяп қалғандықтан капустамның жапырақтарын жыртып алдым. Бірақ бұл капустаны сіздер ертерек бастағандарыңыз жақсы. Ең алдымен капустаны жақсы ажырату үшін қатты жерін пышақтың көмегімен алып тастаймыз. Содан соң саусағымызбен шет-шеттерін ең әуелі жапырағының ашып аламыз. Содан соң екі жағынан ұстап, видеодадай осылай үстелімізге соқсаңыздар оңай алынады. Суымыз қайнағаннан кейін капустамыздың барлығын бірден салып жібермейміз. 3-4-еуін немесе 4-5-еуін ғана саламыз. Яғни капустамыз батып тұруы тиіс. Осылайынша капусталарымызды салып, батырып, қаппағын жауып, 10 минуттай немесе 7 минуттай пісіріп аламыз. Яғни капустамыз жұмсаруы тиіс. Қатты қайнатып пісірудің қажеті жоқ, жұмсарса ғана болды. Капустамыз жұмсарғаннан кейін бөлек ыдысымызға түсіріп алып, суытып аламыз. Барлық капустамызды да осылай жұмсартып пісіріп аламыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін біздерге сиырдың тартылған еті, жуа, морковь және де тұз, бұрыш қажет болады. Ең алдымен жуамызды уақтап турап аламыз. Енді теркамыздың кішкентай бөлігінен морковымызды өткізіп алып, осы қоспамыздың үстіне саламыз. Күрішімізді де саламыз осының бетіне. Және де дәміне қарай тұз, бұрышымызды саламыз. Енді қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып, біріктіріп алып, бір шетке қоя тұрамыз. Подливасын дайындаймыз. Жуамызды уақтап кесіп, морковымызды теркамыздың кішкентай бөлігінен өткізіп аламыз. Енді капустамыздың сыртқы жағынан осылай қатты жерін пышақтың көмегімен сіліп аламыз. Неке қатты жерін видеодадай осылай алып тастадым. Енді кейін қаратып, ішкі жағынан фаршымызды салып, жақсылап нығыздап орап шығамыз. Бұл қатты жерін капустамыздың жапырақтарын ажыратып алғаннан кейін пышақтың көмегімен кесіп алып тастауға да болады. Жақсылап нығыздап орап, капусталарымыздың барлығын дайындап алдық. Басқа кастрюлемізге сұйық майымызды құйып, кішкене қызған соң
жуамыз бен морковымызды салып, тұз бен бұрыш салып, дәміне қарай жақсылап қуырып аламыз. Бұл голубцидың ерекшелігі осы піскен капустаның суында, яғни піскен капустаның суын төкпейміз, осы подливымыздың үстіне кішкене құйып алып, осы голубциларымызды жайғастырып шығамыз. Голубцимыздың барлығын салып болғаннан кейін капустамыздың суын тағы да осының бетіне толтырғанша құйып шығамыз. Қаппағын жауып, қатты бір қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін астын азайтып, міндетті түрде тұзын қараймыз. Егерде тұзы жеткіліксіз болса, онда осы видеодағыдай тұз салып шығамыз. Енді осының қаппағын жауып 40 минуттай немесе 30 минуттай пісіріп аламыз. Піскенін вилканың көмегімен капустамызды тесіп қараймыз. Егерде капустамыз жұмсақ болса, онда фаршымызда пісіп дайын болғаны. Менде отта 45 минуттай тұрды. Негізі бұл тағам капустамызға байланысты. Капуста негізі ұзақ піседі, ал фаршымыз тез пісіп қалады. Сондықтан капустаның дұрыс піскенін қадағалаңыздар. Енді осыны тарелкамызға салып, үстіне сорпасын құйып, астындағы подливасымен берсеңіздер, өте дәмді шығады. Мен өзім капустный сорпаны өте қатты жақсы көремін, ерекше дәм береді. Сіздер де жақындарыңызды осындай өте дәмді тағамды пісіріп қуантыңыздар деймін. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған алтын зер, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де инста парақшама тіркеліп қойыңыздар алтынзер.m.